Аға буынның өмірдік тәжірибесін кейінгі толқынға үлгі ету, жастардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру бағытындағы жұмыстар жаңа серпін алды. Бүгін Ауыл партиясының облыстық филиалы мен ардагерлер кеңесі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат қос тараптың ортақ бастамаларды бірлесе жүзеге асыруына жол ашады. Келісім аясында жастарға патриоттық тәрбие беру, еңбекқорлық пен адалдық құндылықтарын дәріптеу, ұрпақтар сабақтастығын дамыту бағытындағы жобалар қолға алынбақ. Сондай-ақ ардагерлердің қоғамдық өмірге белсенді араласуына жағдай жасап, олардың тәжірибесін жастар тәрбиесінде кеңінен пайдалану көзделген. Тараптар заң мен тәртіп, адал азамат, адал еңбек және таза Қазақстан бастамаларын насихаттау бойынша бірлесіп жұмыс істейді. Бұл қоғамдағы жауапкершілікті арттырып, азаматтардың құқықтық және экологиялық мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Адал азамат, адал еңбек, таза Қазақстан, заң мен тәртіп қағидаттарын ары қарай дамытуға, сол құндылықтарды жастардың бойына сіңіруге бірлесіп әрекет ету мақсатында меморандум жасалған. Міне бүгінгі күні біз облыстық ардагерлер кеңесіменен бірге отырып, осы облыс көлемінде Ауыл партиясының облыстық филиалы меморандум жасайын деп отырмыз. Сонымен қатар ауылдық елді мекендердің дамуына қолдау көрсету, қоғамдық маңызы бар кездесулер мен форумдар өткізу, ұлттық құндылықтар мен тарихи мұраны дәріптеу мәселелері де меморандумның негізгі бағыттарының бірі болып отыр. Біз әртүрлі жастармен жұмыс, басқа да жұмыстар бар. Соны осы кісілермен бірлесе, бірге өткізсек деген ой бар. Жастар тәрбие, основно біздегі бұл бағыт жастар тәрбиесі бағыты. Біздің болашағымыз жастар, сол себепті жастар бағыты бойынша. Одан кейін ардагерлер арасындағы іс-шаралар жұмысы, жағдайы төмен отбасыларға көмек, осындай әртүрлі іс-шаралар бар. Кездесу барысында ардагерлерге цифрлық технологиялардың бүгінгі қоғамдағы маңызы түсіндірілді. Әсіресе соңғы уақытта кең қолданысқа еніп жатқан ChatGPT, OpenAI сынды жасанды интеллект жүйелерінің мүмкіндіктері таныстырылды. Мамандар бұл құралдардың ақпарат іздеуге, мәтін әзірлеуге, аударма жасауға және күнделікті жұмыстарды жеңілдетуге көмектесетінін атап өтті. Қазіргі уақытта ChatGPT, осы барлығымыз қолданып жүрген ChatGPT, OpenAI қалай приложениесі жалпы қазіргі таңда таныстырылады, үйретіледі, қалай пайдалану керек екендігі, не қандай құжаттар, не болмаса қандай дүниелерді сұрау керек екендігі қазіргі таңда үйретіледі. Қос ұйымның өзара әріптестігі аға буын мен жастар арасындағы байланысты бекемдеп, қоғамдық келісім мен тұрақтылықты нығайтуға негіз болмақ. Алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыстар нақты жобалар арқылы жалғасын табады. Бекзат Әшірбай, Аңсар Тілепберген, Елдар Түстікбай, 24 News.